Оның кітаптары әлемде 2 миллиардтан аса данамен сатылған. Ол Шекспир мен Библиядан кейінгі ең көп оқылатын автор. Өмірі жұмбаққа толы. Өзі жазған детективтерден кем емес. Агата Кристи, қылмыстың патшайымы. 1890 жылы Англия, Девон графтығы, Торки қаласы. Агата Мэри Клариса Миллер, бай, мәдениетті отбасында дүниеге келді. Әкесі америкалық, анасы ағылшын. 7 жасқа дейін мектепке бармаған. Анасы оның қиялын еркін дамыту үшін үйде тәрбиелеген. Агата 5 жасында оқып, 10 жасында алғашқы өлеңдерін жазды. Қиялы өте бай, елестету қабілеті күшті еді. Агата Кристидің алғашқы өлеңі 1905 жылдың 8 шілдесінде газет бетінде жарияланған. Арада 120 жыл өткен соң, бұл өлеңді Агата Кристидің шығармашылығын зерттеушілер Джеймс Причард пен Алан Бренталь Хукер қайта тауып, 2025 жылдың қазан айында өздерінің блогтарында жариялады. Ол алғашында медбике болып жұмыс істеді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде госпиталда дәріханада істеп жүріп, удың химиялық заттардың аттарын жаттап алған. Кейін осы білім оның детективтеріне негіз болды. Жазушының детективтерінде бейнеленген 83 қылмыс улану арқылы жасалған. Оның шығармаларындағы ең тыныш әрі ең қауіпті қару. Ол айқайсыз өлтіреді, ізін білдірмей әрекет етеді. Кейіпкерлер бір сәт бұрын ғана тірі жүрсе, келесі сәтте тағдырлары үнсіз үзіледі. Осы әдіс арқылы Агата Кристи адам табиғатының қараңғы қырын, сенім мен сатқындықтың арасындағы жіңішке шекараны ашып көрсетті. Оның қаламындағы ең зұлым, ең жұмбақ құралға айналды. 1914 жылы Агата Арчибальд Кристиге тұрмысқа шықты. Ерлі зайыптылар бақытты еді. Ал 1919 жылы, нақтырақ айтқанда 5 тамызда, Агата Кристидің жалғыз қызы Розалинд Маргарет Хикс дүниеге келеді. 1916 жылы Агата Кристи өзінің алғашқы детективтік шығармасын жазып бітіріп, әдебиет әлеміне батыл қадам жасады. Дәл осы туынды